Ахмет Байтұрсынұлы. Егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанын алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көкке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр көкке қарап, жіберген мырза құда нұрға қанып. Әй әке, мұның мәнін түсіндірші. Әй әке, мұның мәнін түсіндірші. Бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды жікірейіп өзге көпке. Өзіне өзгелерді тең келмейтін, соншама бұл бидайдың дәмі көп пе? Айтайын мұның мәнін балам саған, шырағым, түрін көріп тұқтанбауған. Өзгесі төмен қарап бөгілгенде, ойлама кемегенде бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына, сұқтанба құр сорайған қарасына. Құдайым басқаларға дән бергенде, бұл бидай дәнсіз қапта арасында. Бидайлар басы толық иіліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай көкірейіп, аспанға көрініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкаппар оны халық жаман дейді. Қалып емес тәкаппарлық данышпанның, тоқтанба бұл мінезді балам.